Assalamu alaikum, құрметті ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып Америкадағы кафелер мен біздің еліміздегі кафелердің айырмашылығы. Жоғалтқаннан кейін ғана қадірін түсінесің деген нәрсе бар ғой. Біздегі, яғни кафені ашатын болсаңыз, біз қолдан келгенше үшін патшаның сарайы сияқты әшекелеп, дұрыстап үшін мәртебемізді максимум бойынша көтеретіндей қылып, жаңағыдай беделімізді көтеретіндей жасаймыз ғой. Ал мына жақтағы кафелер ондай емес. Яғни ондай кафелер бар, бірақ олар өте қымбат. Мысалы, ол жақта тек қана байлар отыратын кафелер, жаңағыдай ішінде. Біздің кафелерге ішіне кірсеңіз, кәдімгідей отыратын жері, кілемдері, дуалдары, қабырғалары, төбедегі шамдары, кейін отыратын орындықтары, столдары, барлығы өте сапалы. Одан кейін әдемі киінген, өздері де әдемі официанттар келіп сізге қызметін көрсетеді. Яғни біздің кафелерге кіретін болсаңыз, кәдімгідей патша сияқты кіресіз. Бұндай кафелер бар бұл жақта, бірақ олар өте қымбат. Қарапайым халық ол кафелерге бара алмайды. Яғни біз қарапайым орташа қазақ әрбір кафеге барып, мысалы үшін көретін рахатымызды, одан кейін көретін қызметімізді, мысалы үшін әшинақ көреміз ғой. Ал бұл жақта ондай орта баға, айтқанда орта табысы бар адамдар ондай кафеге бара алмайды. Ал енді қандай кафеге барады деп сұрайтын болсаңыз, мен сізге көрсетейін. Міне мысалы, мына бір микс дейтін кафе. Өзінің мына автотұрағы бар, бірақ бұл тек қана бұл ресторанға қарамайды. Мысалы, мына бір ресторан бар тағы. Одан кейін ана жақта тағы бір ресторан бар. Яғни 3 ресторан. Осы 3 ресторанға қарайтын осы бір автотұрақ. Ішінде, ананың ішінде, мысалы үшін, егер ішіне кіретін болсаңыз, мына кафенің сырты әдем болып тұр ғой. Бірақ ішінде отыратын орын жоқ. Орын болғанда, мына қараңыз. Мына тура терезенің қасында бір өте тар бір стол бар. Соның қасында барда отыратын орындықтар бар. Сөйтіп, бері қарай отырып тамақ ішесіздер. Одан кейін сырттағы неге қараңыздар. Сырттағы отыратын жерлер, міне бетоннан жасалынған столдар, мына пластик, металл болмаса нелер, орындықтар. Далада отыратын жер. Сөйтіп адамдар келіп ішіне тапсырыс береді да, тамағын алады да сыртына алып отырып жейді. Бірақ әрине официанттар сыртқа шығып қызметін көрсетеді, тарелкаңызды алып кетеді, алып келеді. Бірақ міне осы орташа онша-мұнша жақсы кафенің біреусі осы. Ал басқа кафелердің түрі тіпті бұдан да жаман. Бізде ауылда әйтеуір бір жерде шашлық аша салады ғой, мысалы шашлық пісіреді, болмаса палау пісіреді, болмаса киіз үй тігіп, қымызхана жасай салады, мысалы Шымкент жақта. Сонда қолдан келген жаңа пластик нелер, пластик орындық, пластик столдарды қойып қояды, болмаса балмұздақ сататын, мысалы үшін ең арзан сондай бір тамақ ішетін жерлерді ашады ғой қарапайым халық бізде. Бұл жақтағы сондай кафелер орта баға кафе деп есептелінеді. Сол себептен біз кейбір кезде қаланың адамдары, мысалы үшін, сондай арзан жерге отыруға намыстанады. Қойш, бұл сапасы да күмәнді. Одан кейін отыратын жері де таза емес сияқты деп көрінеді бізге. Біз оны намыстанып отырмай қоямыз. А бұл жақтағы орта бағалар кәдімгідей соны жақсы екен деп отырып жей салады. Бұндай кафелер өте көп. Ал біздегідей кәдімгі кафенің ішінде отырып, дұрыс жаңағыдай дұрыс жиһазға отырып, дұрыс ресторанның іші дұрыстап жаңағыдай таза болып тұратын болса, ол өте қымбат ресторандар. Мен шын айтайын, ондай ресторандарға барып көрген емеспін.
себебі ол мүмкін емес. Бір адамға бір $200 кететін шығар тамаққа. Мысалы үшін 3 адам болып тамақ ішіп 500 болмаса $1000 тастап кетесіз. Ондай кафелер бар енді, бірақ ол кафелерге тағы бір білесіздер ме, бір қызық нәрсе, ондай қымбат кафелерге кәдімгідей кезек болады. Сіз оған жазыласыз. Мен сізге айтайын, керек десеңіз мына осындай қарапайым кафелерде кейбір кезде кезек болып қалады. Мысалы, кезек ұзақ кезек, адамдар тізіліп тұрып қалады кейбір кезде. Өйткені аспазшы жақсы, мықты тамақ пісіретін болса, екен оның бағасы айтайық $10-15 аспаса, яғни бір тағам $10-15 тұратын болса, өте дәмді болатын болса, ол кафеде адам үзілмейді. Кәдімгідей очередь, орысша айтқанда очередь дейді ғой, қазақша кезек. Ондай кафелерде кезек әрдайым сыртта кезек болып тұрады, адамдар жиналып тұрады. Сол кафенің ішіне кіретін болсаңыз, жаңа мен көрсеттім ғой, мынандай кішкентай орындықтар, жаңағыдай кішкентай столдар, дәл сондай, тек қана іште болады да, соны іште отырып сондай арзан кафенің ішінде, бірақ тамағы дәмді болатын болса, соның ішінде отыру үшін кәдімгідей кезек болып қалады. Енді Лос-Анджелестің ауқалы сондай, мен сіздерге айтайын. Сол себептен біздің кафелер айналайын Алматыдағы. Бағалары да айналайын. Бірақ табыс жоқ шығар бізде. Бірақ мұнда да мен сіздерге айтайын, сол $10-15 тұратын тағамды айына бір рет жеуге зорға шамасы жетеді бұлардың. Себебі оғанда ақшасын қимауы мүмкін. Мысалы, біз семьямызбен қанша сондай жерлерден жеп көрдік, басында аямай көрейікші не екен, тамақтың дәмі онша емес. Сонымен немен бітті десеңіз, гамбургерді үйде жасайтын болдық. Себебі кейбір кезде гамбургер жегін келеді, олардан да дәмді қып, мықты қып өзіміз гамбургер жасайтын болдық. Бір кезде Қытайдың тамағын ішкіміз келеді. Мен бір ұйғыр жігіттің нағыз лағман рецептін көріп алып, қазір мен лағман жасаған кезде оның біздің ұйғыр кафелерден озып кеттім. Мысалы, менің лағманымды жейтін болсаңыз, ондай лағман жеп көрген емессіз. Одан кейін пиццаны да әйелім жасауды білетін бұрын. Мына жақтағы пиццалар да қымбат шығады. Мысалы, біздің бір отбасымызға 5-6 адамға пицца жеу үшін $75 кетеді. Мысалы, оны өзіміз-ақ жасай аламыз. Бүкіл ингредиенттер бар, қалай жасауын білеміз. Сөйтіп қазір үйден ішетін болдық. Сол себептен осындай кафенің өзіне баруға бата алмаймыз. Себебі біраз ақшан кетіп қалады да, $100 кетіп қалады. Сол айналайын ағайын, елімізді құрметтеңіздер, еліміздің қадірін түсініңіздер. Бақыт деген не? Бақыт, пайғамбарымыз айтқан екен, инабатты әйел, иманды, инабатты әйелің болса, одан кейін мықты көлігің болса, мықты көлік емес, одан кейін кең үйің болса, және өз ырысыңды, өз еліңді тапсаң, міне соны бақыт деп айтады дейді пайғамбар. Ол хадисте енді мықты хадис па жоқ па тексеру керек, бірақ солай оқығаным бар, солай естігенім бар. Сол шын мәнінде де менің арманым елге қайтып келу. Елге қайтып келіп, жұмыс жасап, яғни елімде өмір сүргім келеді. Ана жақта өмір сүргім келмейді. Сол себептен айналайын ағайын, алданбаңдар. Бәрібір біз бұл жаққа жатпыз. Өз елімізден, ата мекеннен ыстық нәрсе жоқ екен. Құда қаласа дұға қылайық. Біздің елімізде Қазақстан өркендеп өседі, иншалла. Біз де бақытты өмір сүреміз, иншалла. Бақытты да, иншалла. Тек қана Алланың қаһарына түспесек болды. Сол ғана. Ал келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.